Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге құрамы витаминге толы, иммунитет көтеретін дәмді салаттың рецептісін ұсынбақшымын. Алдымен видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, жанында қоңыраушамен лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Салатымызға грек жаңғағы, қызылша, алма және кішіміш қажет болады. Алдымен қызылшаны қайнатып пісіріп алып, үкіштің үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Одан кейін алмамыздың қабығын аршып, ішін тазалап, оны да үкіштің үлкен бөлігінен өткізіп алатын боламыз. Содан соң грек жаңғағын жақсылап жуып, духовкада 20 минуттай ұстайтын болсаңыз, дәмі күтірлеп дәмді болады. Оны да бірнеше кішкене бөлшектерге бөліп, турап аламыз. Енді осындай үлкен тарелка алып, салатымыздың барлық дайын болған құрамдарын орналастырып шығамыз. Алдымен алмамызды бір шетіне орналастырамыз. Ашық және қара қою түстерді бір-біріне қарама-қарсы етіп қоямыз. Кейін ұсақтап туралған грек жаңғағын саламыз. Содан соң жақсылап жуып кептірілген қара кішмішімізді орналастырамыз. Сары кішмішке қарағанда қара кішміш дәмдірек болады. Енді қызылшамызды саламыз. Енді осы дайын болған салатымыздың ортасына 25%-ық президент қаймағынан 2 ас қасық салатын боламын. Өте қою әрі дәмді болады. Денсаулыққа пайдалы, ағзаға қан толтыратын дәмді дастарханның көркін ашар салатымыз дайын болды. Енді қазір сіздерге араластырып көрсететін боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.